Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Жазира. Бүгін мен сіздермен осындай ерекше дастарханға көрік беретін өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен салатқа керекті заттар: салат жапырағы, қызанақ, қияр, тәтті бұрыш, тұздалған қияр, тауық еті және де дәмдеуіштер қажет болады. Ең алдымен қызанағымызды алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай турап алатын боламыз. Тұздалған қиярымызды да дәл осылай турап шығамыз. Достар, егер сіздер қонақ келетін кезде осы салатты жасайтын болсаңыздар, құрамындағы заттарды 2 еселеп жасасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Достар, тауық етімен алдын ала осылай паприка, қара бұрыш, тұз салып, сковородкада қызартып пісіріп алдым. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де дәл солай жасасаңыздар болады. Неге тауық етімізді де видеода көріп тұрғандарыңыздай турап шығамыз. Енді салат жапырағын турап аламыз. Және де чесногымызды ұсақтап турап алатын боламыз. Мінекей достар, барлығын ыдысымызға салып араластыратын боламыз. Мендегі бұл заттармен 2 тарелка салат шықты. Ең бастысы, дәмдеуіштеріміздің үстіне қызып тұрған майымызды құйып, салатымызды араластырамыз. Осылай араластырып, бетін жауып, 10 минутқа қойып, содан кейін тарелкамызға салып, дастарханға ұсынсам болады. Салатымыз дайын болғаннан кейін мен үстіне күнжіт сеуіп шықтым. Мінекей достар, өте дәмді әрі ерекше дастарханға көрік беріп тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.